Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында Жасыл мектеп жобасы аясында ұйымдастырылған өскелең ұрпақты өнер мен ғылымға баулу арқылы жеке тұлға қалыптастыру атты семинарымызға қош келдіңіздер. Гидропоника – это метод выращивания растений в искусственной беспочвенной среде. Мы недавно начали экспериментировать данный метод в наших лабораторных условиях. Все необходимое оборудование собрали по нашим условиям. Балығы пайдалану және Үренимнің өтіп базарымның өскелең ұрпақты ғылым мен білімге тәрбиелеу арқылы жеке тұлға қалыптастыру тақырыбындағы аудандық семинарымыздың талапты ерге нұр жауады дейді. Кәсіби шеберлерден артық деуге болады. Оқушылардың қолы бос болмасын, түрлі зерттеу жұмыстарымен айналыссын, үйірмелерге қатыссын деген мақсатпен осындай бастамалар мен жұмыстарды бастадық.